أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. кеше біздер төртінші абзалдыққа қатысты, оразаның төртінші абзалдығына қатысты сабақты бастаған едік, иә, кеше. Бүгін келген жерімізді жалғастырайық. Так, оразаның ішіндегі оразаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам деген ас-сом нисф собр деген, ораза сабырдың жартысы деген, ораза сабырдың жартысы деген. және де құран кәрімдегі иннама юваффис собируна биғайри хисаб деген аят, яғни алла тағала сабырлылардың сауабын еселеп және есепсіз береді деген аят келген. Сол жердегі сабырлар деген сөзді ғалымдар оразашылар деп түсіндірген, иә. Жақсы. Жалпы сабырдың үш түрі болады, иә. Ас-собр аля сәләсәти науәйн. Сабырдың үш түрі болады. Собру аля туати илля тағала. Алла тағалаға итағат қылуға қатысты сабыр. Намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылық деген сияқты, мысалы, және де тағдыр деген сияқты, иә. Алла тағаланы итағат қылу қатысты біріншісі осы собр әлі махаримиллахи тағала, және де алла тағаланың тыйым салғандарына сабыр ету. Яғни алла тағала бір нәрсеге тыйым салды, харам еткен нәрселерден сақтану, иә. Нәпсі бар ішінде, оның ішінде шахуат бар деген сияқты көптеген тыйым салынған нәрселерден сақтану, алла тағала тыйым салған нәрселерден сабыр ету, сол істерге барып қалмау, тәрк ету. والصبر على الأقدار المؤلمة. және де тағдырға жазылған қиындықтарға сабыр ету. Яғни басыңызға қиындық жазылып қалды. Осы қиындықтарға сабыр ету бұл үшінші сабырдың түрі екен, иә. Сабырдың үш түрі болады. Үшінші түрі осы. жақсы. وتجتمع الثلاثة في الصوم فإنه فيه صبر على طاعة الله تعالى. Бұл оразада дейді осы сабырдың түрінде қамтып кетеді. Үш түрлі сабырды, осы үш түрлі сабырды қамтып кетеді. Яғни ораза ұстаған адам сабырдың үш түрінде бойына өткізеді, қысқасы, иә. فإن فيه صبر على طاعة الله تعالى. Біріншіден ол алла тағалаға құлшылығына сабыр ету, алла тағала итағат етуге сабыр ету. Яғни ораза ұстаған кезде бір алла тағаланың бұйрығы біріншіден. Яғни бұл жерде бұйрық деген сөз оңай бұйрық емес. Азаннан кешке дейін сіз ашып жүрсіз. Сол себепті сабыр ету керек. Бұл алла тағалаға итағат етуге сабырдың түріне жатып кетеді. Бірінші сабырға жатып кетеді. وَالصُّبْرُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الصَّائِمِ مِنَ الشَّهَوَاتِ. Екіншісі, алла тағала тыйған шахуаттардан, қалаулардан тыйым салған қалаулардан сабыр ету. Яғни алла тағала біздерге азаннан кешке дейін ішіп жеуден тыйым салды рамазан айында. Енді осы ішіп жеуден тыйым салғаннан кейін біздер не істейміз? Жаңа айтқан сияқты ішіп жеуден, жыныстық қатынастан, неше түрлі қалаулардан сіз күндіз ішіп жесеңіз, мысалға, сізді кім тыйып тұр? Яғни алла тағала ғана. Алла тағала тыйым салғаннан кейін барып не істеп тұрсыз? Тыйылып тұрсыз. Болмаса сізді ешкім көріп жатқан жоқ. Тығылып жесеңіз, басқа қылсаңыз, бірақ алла разы болу үшін не істейсіз? Өзіңіздің қалауларыңызды тыясыз. Екінші сабырды осылай қамтып кетеді дейді. والصبر على ما يحصل للصائم فيه من الألم جوع والعطش وضعف النفس والبدن. Үшінші, тағдырға жазылған қиындықтарға сабыр етудің ішінде осы біздегі оразада не бар дейді. Оразашы кісінің бойынан өткізетін жаңағыдай ауру нелер, қиындықтар, мысалы аштық, шөлдеу, аштық, шөлдейсіз, аш боласыз, иә. Кейде дуафу нәпс, әлсіздік, дененің әлсіздігі, жанның әлсіздігі, өл бәден, дененің әлсіздігі,
кейде жанның әлсіреуі, әлсіреп кетуі, нәпс. Жалпы бізде оразаның мақсаты не деген едік, естеріңізде болса, оразаның мақсаты, негізгі мақсаты өзіңіздің аштық халін сезіне алу. Азаннан кешке дейін сіз, яғни мысалы түнде сәресінде тойып ішіп алсаңыз, еще бізде қазір қысты күні арасы қатты не емес, түн ғана ұзақ, күндізі қысқа. Сол себепті сағат уақыттарды қысқалау. Алдағы уақытта мысалы февральда келеді. Енді ә, сіздің не қандай азында сәресін тойып алып кешкісін ауызашар тағы тойып алатын болсаңыз, сіз бұл аштықтың дәмін сезіне алмайсыз. Сол себептен не істеу керек? Бірінші мақсат аштықтың дәмін сезіну керек. Өйткені сізді оразадағы мақсат сол негізі. Оразадағы мақсат өзіңіз аштық халін сезіне алу. وهذا الألم ناشي من الأعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه. Осы бір қиыншылықтарға, осы бір ащы бір ауырлықтарға яғни неден пайда болған аштықтар бұл? Итағат қылғаннан, алла тағала итағат қылғаннан пайда болған аштықтар, нелер, ә, ауыртпалықтар, қиындықтар. Осы ауыртпалықтарға ораза ашқысы істейді екен. Сауабынан юсабу алейхи صاحبه كما قال الله تعالى في الجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون عن عدو نيلا. ها. ذلك ولا ينالون عن عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Бұл жерде түсінетініміз мысалы менің басына тиген қандай да қиыншылықтар, нелердің барлығы алла тағала не істейді, ләхум бихи амалун солих инналла ла юдиу ажрал мухсинин. Жақсылық жасағандардың ешқашан алла тағала не істемейді дейді, сауабын азайтпайды. Яғни алла тағала сізге осы бір қиындықтарыңызға, басына түскен нелерге не істейді екен, сауабын әлбетте береді екен. قال ابن حجر يأتي في غير ما حديث أن صوم يوم 10 أيام المراد أن الصيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام أو مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله. мысалға басқа бір хадистерде пайғамбарымыздың алғашқы ұстаған күндердің яғни басқа бір хадистерде бір күн ораза ұстаудың сауабы 10 күн оразаның 10 күн оразаның сауабы беріледі деген сондай бір хадистер бар дейді. أن الصيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله. яғни бұл күндердің, яғни бұл жердегі мақсат, айтқан хадистегі мақсат 10 күннің 10 күндей сауап беріледі деген, 10 күндей сауап ораза ұстағандай жазылады, 10 күннің оразасындай жазылады деген. Бірақ бұл жерде оның сауабын шегелеп айтпаған дейді қысқасы. Яғни бір күн оразасы 10 күн ораза ұстағандай жазылады деген, және де бұны естімеген, сауабын айтпаған. Өйткені алла тағала оның сауабын жақсырақ біледі, алла тағала біледі деген. Сол себепті бұл жердегі аят недегі пайғамбар хадисіне қатысты 10 күн ұстайды, 11 күн ұстасаңыз 10 күннің сауабы беріледі, 10 күндей болады деген, 10 күн сауап беріледі деген сөз емес қысқасы. Бұл жерде сауабына қатысты алла тағала пайғамбар ешнәрсе айтпаған. 10 күннің несінде береді деген, 10 күннің оразасында береді деген. Яғни бірақ сауабын алла тағала өзі біледі, қанша беретінін. ويودي أيضا العرف مستند من قوله أنا أجزي به لأن الكريم إذ قال أنا أتولى إعتي بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه. Және де алла тағала не деді?
ораза мен үшін деп айтты. Ораза мен үшін, және де мен оның қарымтасын берем деп айтты. Мен оның сыйын берем деп айтты Алла тағала. Әне әжизи биhi деген сөзіміз. Енді бұл жердегі адамдардың ғұрфта, мысалға адамдардың ғұрфында, yani бізде егер де әдетте, егер бір жомарт адам, мысалға қатты бір жомарт адам дейді, егер сізге былай деді болса, ана атавалли иъто бинафси, мен өзім оның қарымтасын өзім беремін деп айтты. Иә, мысалға бір өте әйгілі бір сондай бір жақсылық жасап жүрген, садақа беріп жүрген, сондай бір, бірақ бергенде де жаңағыдай андай адам емес, мысалға бір 2.000 теңге лақтыра салатын, 5.000 теңге лақтыра салатын емес, ол ол жерде үлкен бір әйгілі бір немен, жомарттығымен әйгілі болған кісі, мысалға. Сондай кісі сізге айтатын болса, сен маған кел, мен осыны сенің неңді, сыйыңды өзім беремін дейтін болса, иә, әдетте осы нәрсе дейді كان في ذلك شرط في تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه. берілетін заттың қаншалықты ұлылығын, және де оның үлкендігін не істейді дейді, жаратылады қысқасы бұл нәрсе. Яғни беретін кісінің несіне байланысты оның да несі, сыйы да шарапаттанады. Мысалы сіз кімнен сый алып жатсыз, мысалға, иә, сыйды кімнен алып жатсыз? егер де алған сыйыңыз бір мындай бір жомарт, бір абыройлы бір кісіден алып жатқан болсаңыз, сіздің неңізді, мысалға, үнемі айтып жүресіз сол нәрсені. пәленшеден пәленше маған берген деген сияқты, бір атақты адам болса, сол сияқты мысалға біздегі ана бір тіпті футболшылардың да, мысалға, бір әшейін бір несіне зар болып жүр адамдар, иә, мысалға футболшылар болсын, бір әртістер болсын, бір қол қоюына разы болып жүр, мысалға. Сол қол қойған кезінде, сол қол қойғанның өзінен шарапаттанатын адамдар бар, мысалға, иә. Әшейін бір қол қойғанның өзінен шарапаттанып кететін адамдар бар. Мынау не деген құрмет, не деген сияқты. Яғни бұндай бір, ол жерде бір үлкен бір сый бермей ақ қойса дағы, бір сондай автографның өзі қанша адамды не істейді, қуантып тастайды, мысалға, ол абырой беріп қояды адамдарға. Жақсы, алла тағала енді бұл жерде айтқан нәрсе, алла тағала өзін, мен оның сауабын беремін деді, мен оның қарымтасын беремін деген кезде, біздің сезіміміз, бізде мұсылман ретінде біздің сезіміміз қандай болу керек? Әлбетте бұл дүниедегі қуаныш, бұл дүниедегі мысалы біздің салыстырып жүрген үлкен қуаныштардың басым болу керек. Өйткені пайғамбарымыз айтты, не деді? ораза ашқыштың екі түрлі қуанышы бар. Біріншісі ауыз ашқан кездегі, екіншісі раббымызбен жолыққан кездегі сауап деп айтты. Yani біздер раббымыздан күтетін сауабымызды сол ақыретте раббымызбен жолыққан кезде қуана күтуіміз керек, иншалла. Алла тағала баршамызға разы болсын. الفضيلة الخامسة бесінші артықшылық оразаның الصيام مناسب لصفة من صفات الحق. ораза хақ сипатының, сипатына лайықты сипат болып есептеледі. Аллаху хуал ғани ва хуал қийюм ва хуа самад. Алла тағала ғани, алла тағала еш нәрсеге мұқтаж емес, бай. Ва хуал қийюм, ол кісі алла тағала не дейді? Қийюм, әр нәрсені өзі өздігінен істеуші. Яғни алла тағала қойюм, өздігінен тұрғызушы, өздігінен бүткіл нәрсе, алла тағала керісінше дүниенің тұруы, жердің, адамдардың, мысалы, бүткіл алла тағала байланысты. ол сөз деді алла тағала. والصمد هو الذي لا يحتاج إلى طعام وشراب. صمد деген сөзіміз не? Бізде صمد деген сөзді мағынасы қалай екен? Самат деген сөздің мағынасы, құл аллаху ахад, аллаху сомат деген айтамыз ғой, дұрыс па? Сомат деген сөз мағынасы бұл ішіп жеуге мұқтаж емес адам деген сөз. мағынасы сондай. قال حافظ والاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات رب جل جلاله فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضاف إليه. тағамнан шектелу, сол секілді басқа да шахваттардан шектелу, min sifati Rabb, Раббының сипатынан,
Celle Celaluhu Allah Teala'nın yani Celle ulu olan Allah Teala'nın. فَلَمَّا تَقَرَّبَ الصَّائِمُ إِلَيْهِ بِمَا يُوَافِقُ صِفَاتَهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِ. Yani kim pindi orazı çıksa Rabbısına жақын сипаттар менен сипаты жақын болатын болса адофаху илейхи Раббысына жақын болып қалады дейді иә біздегі мысалға Раббымыздың қаншалықты сипаттары бар мысалы дұрыс па мейірім сипаттары ана мейірім сипатымен сипатталған кезде иә үлкен бір дәрежеге жетеді мысалға кешірім сипаты сол сияқты мысалға көптеген сипаттар алла тағаланың сипаттарымен не істеу иә соған ұқсалу сипаттар яғни бұл жердегі раббы мақсатында емес әлбетте раббы осындай бір не ұқсау мақсатында иә яғни құдайға ұқсау деген не мақсат ондай емес әлбетте мейірімге қатысты мысалға осы жердегі ішіп жеуден тыйылуға қатысты яғни бұл жердегі айтып жатқанда истиғна قال قرطبي إن الأعمال عباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام فإن مناسبة لصفة من صفات الحق расында дейді құлшылықтардың сипаттары олардың пенделердің сипаттарына сәйкес көп амалдары тек қана ораза ғана ораза хақ болған алла тағаланың сипаттарына ұқсас дейді كأنه يقول إن الصوم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي яғни алла тағала былай айтып жатқан сияқты дейді пенде дейді оразашы кісі يتقرب إلي маған жақындайды بأمر дейді бір іспен هو متعلق بصفتي من صفاتي менің бір сипаттарымның бір сипатын бір сипатыма байлану арқылы маған оразашы кісі жақындайды деген иә яғни біздегі сомат деген сөзіміз ішіп жеуден тыйылу деп айттық дұрыс па яғни осы арқылы біздер раббымызға сомат сипатымен жақындап жатырмыз және де истиғна деген сөз ішіп жеуден сол секілді шахуаттардан тыйылу дейтін болсақ бұл да не استغناء صفات الله تعالى رحمة الله وكذلك معنى بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم сол секілді періштелер дейді мысалға раббымызға осындай бір сипаттарменен сәйкес келеді олар не ішіп жеуге қалауға мұқтаж емес оларда ондай қалау жоқ сол себепті олар раббыларына жақынырақ деген мағына шығады бұл жерде иә алла тағала баршамызға разы болсын алла тағала осы бір рамазан айында біздерді мындай бір керемет көркем мінезбен шығуымызды және де біздердің құлшылықтарымыздың кемел дәрежеде орындалуын алла нәсіп етсін. Уа ахиру дағуана. Алхамдулиллахи раббил аламин.